Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 2 сынып 1 бөлім және 4 сабақта өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Себебі менің каналымнан 2, 3, 4 сыныптың қазақ тілі және математика пәндерінің үй жұмыстарын көріп, бірге орындай аласыздар. Бүгінгі сабақта өтетініміз у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшелігін есімізге түсіретін боламыз. 13-ші жаттығуға қарайық. Кестедегі сөздерді оқы дейді. Бірінші кестеде дауысты у, екінші кестеде дауыссыз у берілген. Енді бірінші кестені қарайық. Сурет, елу, сусын және шуақ. Бұл жерде у дыбысы дауысты болып тұр. Ал дауыссыз у дыбыстарындағы сөздер дәуіт, егеу, әуен, бауырмал және уық. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыны төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Дауыстыдан соң жаңа сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады, яғни әуежай, уақыт, сәуле. Сөздің ең бірінші басында у әрпі келсе, немесе дауысты әріптер бар ғой, кәдімгі а, ә, о, ө, осылардан кейін келсе, бұл жерде у әрпі дауыссыз болады екен. Ал дауыстыдан кейін келсе, дауыссыздан кейін келсе, яғни дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Яғни сусын, елу, улап, шулап. Келесі бізде 14-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы дейді. Сәуле өздерінің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп қуыршағына кигізді. Енді осы көп нүктенің орнына суреттерге қарап біз бір бас киімді қойып айтуымыз керек. Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киімді кигізді болжап көр дейді. Бізде бірінші көрсетілген суреттегі бұл тақия, ер адамдар киеді тақияны, ал екінші бөрік, әйел адамдардың бас киімі, үшінші тымақ, ер адамдардың күн суықта киетін бас киімі қысты күні, ал сәукеле қыз ұзатылатын кезде киілетін бас киім. Демек, бұл жерде көп нүктенің орнына, яғни сәуле ойлана келіп қуыршағына бөрік кигізді болады. Мәтіннен у дыбысы бар сөздер теріп жаз, олардың қайсысы дауысты және қайсысы дауыссыз екенін анықта дейді. Бірінші сөз бізде сәуле. Бұл жерде у дауыссыз. Себебі у бізде удың алдында тұрған, яғни әріп, ол әрпі. Бұл бізде дауысты. Бағана айттық қой, дауысты дыбыстыдан кейін келген у дауыссыз болады. Енді оқушысы, бұл жерде у дауысты болып тұр. Екінші ережеге сәйкес дауыссыз дыбыстан кейін келген у дыбысы дауысты болады. Буынға бөлгенде оқушысы болады. Одан кейін қуыршағына сөзінде бұл жерде дауысты болады. Тура екінші сияқты қыдан кейін келіп тұр. Яғни дауыссыз әріптен кейін келген у дыбысы дауысты болады екен. Таңдауда бұл жерде дауыссыз болады, себебі удың алдында а әріпі дауысты болғандықтан. Келесі бізде 15-ші жаттығу. Мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты у дыбысының астын 1, дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сыз дейді. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Мәтін осымен аяқталды. Енді бірінші сөйлемге назар аударайық. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі дейді. Бұл жерде у дыбысы бар сөз, ол әшекейлеу. Бұл жерде у дыбысы дауысты әріптен кейін келіп тұр, демек дауыссыз. Яғни бұл жерде дауыссыз әріптің астын 2 рет сыз деп тұр. Демек бірінші сөйлемдегі әшекейлеу сөзі, яғни удың астын 2 сызықпен сызып белгілейміз. Екінші сөйлем қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі дейді. Бұл жерде тігу сөзі, яғни г-дан кейін келіп тұр. Г әрпі бізде дауыссыз әріп. Енді г-дан кейін келген у әрпі дауысты болады.
демек оның астын бір сызықпен сызамыз. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Бұл үшінші сөйлем. Бұл жерде бізде у әрпі кездесетін сөз безендіру. Р әрпі бізде дауыссыз әріп, дауыссыздан кейін келген у әрпі бізде әрқашанда дауысты болады. Демек астын бір сызықпен сызып қояды екенбіз. Келесі бізде 16-шы жаттығу. Кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз дейді. Дауысты у және дауыссыз у. Яғни у қай уақытта дауысты болатын, бірінші кестеге, қай уақытта дауыссыз болатын, екінші кестеге жазуымыз керек. Дауысты у: көру, ару, тату, аққу, жаттығу, сурет. Дауыссыз уға: бау, тау, уық, дауыс, қауын және жауын болады. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар. Себебі менің каналымнан 2-ші сыныптың математика қазақ тілі, 3-ші сыныптың да математика қазақ тілі және 4-ші сыныптың математика қазақ тілі пәндерінің үй жұмыстарын көріп, бірге отырып орындай аласыздар. Сау болыңыздар балалар.